Жүзғырпыр төзімді, шыдамды, жинақы, ақыл-парасат пен білмеушілікті, тәжірибесіздікті, әскери қызметті атқару кезіндегі салдыр-салақтықтан айыра біл. Олардың себептерін тауып, дер кезінде жеке ерекшеліктерін, қабілеттерін, психикасын ескере отырып, бәрін беталды, бәрі жақсы немесе бәрі өте жаман деп санамай, мадақтау немесе жазалау шараларын қолдана отырып, кінәлі болған адамды есін жиғызбай, үнемі тынышын ала берме. Ал көзге түскендерді таңдайсып кетпес үшін асыра мақтама. 142. Қолбасшының ұрысқа кірер алдындағы ой толғанысы күні бұрын ұрысты ойлап, уайым-қайғы жию, ерік-жігер күші мен өз қабілет-қарымын, қару-жарақ, абыройы мен халқының және өзіне сеніп тапсырылған сарбаздардың өмірі алдында сынай алудың маңызы орасан зор. Яғни, бұрын өзім айтқандай, ақыл мен ақылдың күресі деген ұғыммен қоса өз ойындағы арпалысқа сезімдерді жеңу ұғымы. Қолбасшы терең ойлана білетін тұлға болуы тиіс. Ең қиыны шыдамдылық, төзімділік, байсалдылық пен сабырлылық көрсету, шығармашылық тұрғыдан дұрыс, парасатты ойлай білу. 143. Ұрыстың барлық эксперименттік тәсілдері, тактикалық және оперативтік ойлары соғыс зертханасында, ұрыс даласында жүзеге асырылады. Біздерге, сарбаздарға жүргізіледі. Біз ұрыс ережелерінің дұрыстығын немесе терістігін өз қанымызды төгіп дәлелдейміз. Соғыстың барлық вакциналарының тиімділігі тек біздің сарбаздардың өмірімен саналады. 144. Сарбаз қатып қалған тас емес, болат емес, шыны емес. Әркімдерге тән барлық адамгершілік қасиеттері, сезім мен осал жақтары бар. Кәдімгі қарапайым адам, жауынгер де жанды адам. Ол да өмір, махаббат туралы ойланып толғанады. Сүйгенінің мейірімі мен назын аңсайды. 145. Ұрыс дегеніміз ұйымдасқан түрде дұшпанға ықпал ету, ақылмен, атыс құралдармен, психикамен және де атыспен ықпал етуіміздің өзі ақылмен ықпал етудің жемісі, әрі психологиялық және физикалық ықпал ету құралы ретінде көрінеді. Қазіргі заманғы ұрыс біздің түсінігімізде тактикалық ұғым, өйткені соғысып жатқан екі жақта техника мен әбден бақайшағына дейін қаруланады. Бұл екі жақ құрбын атысқа кіреді деген сөз. Бауыржан Момышұлы.